Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз жеңнің сызбасын сызатын боламыз. Ол үшін бізге үш өлшем қажет болады. Обхват плеча бірінші өлшем, ол деген қолтық орамының өлшемі. Осы өлшем бойынша 1 және 2 нүктесін белгілеп аламыз. Яғни қолтық орамының өлшеміне 3 см қосу арқылы осы өлшемді табамыз. Одан кейін жеңнің ұзындығы қажет болады және де білек орамының өлшемі қажет болады. Міне біз 1 мен 2 нүктені таптық, яғни қолтық орамының өлшеміне 3 см қосымша қосу арқылы осы өлшемді шығарамыз. Менде қолдың орамының өлшемі 32 см, оған 3 см прибавка қосу арқылы 35 см болып шықты. Енді осы екі нүктені сызғышпен түзулеп қосып шығамыз. Осы екі нүктенің центрін табу арқылы 0 нүктесін белгілейміз. Бұл бізде жеңіміздің орта сызығы болып табылады. Яғни 1 мен 0 нүктеміз 1 мен 2 нүктенің жартысы. Енді осы 0 нүктесінен түзу сызық жүргізіп аламыз, центрін белгілеп, және де оны 0 мен 3 нүктесін тауып аламыз. 0 мен 3 нүктесі 0-ден жоғары қарай 13 см көтереміз. Осы 1 мен 2 нүктелерін 3 нүктесінің деңгейінде нүкте белгілеп шығамыз. Ол нүктелерімізді біз 4-5 деп белгілейміз. Яғни 4 пен 5 нүктелеріміз 1 мен 2 нүктелеріне тең болады. Енді осы 1 мен 3 және 1 мен 2 нүктелерін қосып шығамыз. Енді жеңіміздің ұзындығы қанша болса, 4 пен 5 нүктесінен сол ұзындық бойынша төменге қарай түсіп, сол нүктені белгілейміз. Ол нүктелерді біз 6-7 деп белгілейміз. Міне енді 4 пен 6, 5 пен 7, 4 пен 5, 6 мен 7 нүктелерін қосып шығамыз. Сол кезде бізде жеңнің сызбасының негізгі базасы құрастырылатын болады. Енді біз жеңнің жоғарғы бөлігін жасау үшін 1 мен 2 нүктесін 3 нүктесіне үшбұрыштап қосып шығамыз. Енді осы 1 мен 3 пен 2 нүктелерінің центрін белгілеп аламыз. Осы белгілеген нүктеден түзу сызық сызамыз. Және де осы
белгілеген нүктемен 1 нүктесінің және де осы белгілеген нүктемен 3 нүктесінің тағы да центрін белгілейміз. Және де оны 0,5 сантиметрге түсіріп, ар жоғарғы жағын 2 сантиметрге көтеретін боламыз. Және де осы нүктелерді бір-біріне дөңес сызықпен қосып шығамыз. Бұл бізде жеңнің артқы бөлігі, ал алдыңғы және артқы бөлігін белгілеп аламыз. Енді келесі 3 пен 2 нүктелерінің арасында дәл осылай центрлерін белгілеп, біреуін 1,5 сантиметрге жоғары көтеріп, ал төменгі бөлігін 2 сантиметрге төмен нүкте белгілеп, оларды дөңес сызықпен тағы да қосып шығамыз. Бұл біздің жеңіміздің алдыңғы бөлігі болып табылады. Ойығы 0,5 сантиметрге үлкен болады. Енді білек орамына 3 сантиметр қосып, 8 нүктесінен жартысын солға қарай, жартысын оңға қарай нүкте белгілейміз. Сол нүктелерді 1 мен 2 нүктесімен қосып шығамыз. Ол нүктелерді 9, 10 деген сандармен белгілеп шығамыз. Және де осы 8 пен 9, 8 пен 10 нүктелерінің центрін тауып алып, 0,5 сантиметрге артқы бөлігі 0,5 сантиметрге төмен түсіреміз, ал алдыңғы бөлігі 0,5 сантиметрге жоғары түсіреміз. Өстіп дөңес сызықпен қосамыз. Міне біздің жең сызбамыз дайын. Келесі менен қандай видео күтесіздер, комментарийға жазып өтіріңіздер.